Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәл осындай болып шығатын круассандар дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Толық рецептасына қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, одан кейін суымызды құямыз. Одан кейін қантымызды саламыз, аштығымызды саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін бізге керек болады жұмыртқаларымыз. Жұмыртқаны міндетті түрде жуып алғандарыңыз дұрыс. Бір жұмыртқаны толық саламыз, екінші жұмыртқаның тек ағын ғана саламыз, сарысын бетіне жағып алып болатын боламыз. Осылай барлығын араластырып, одан кейін үй температурасында тұрған осындай жұмсақ сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөліктерге бөліп отырып, жұмсақ етіп, қолымызбен қамыр илеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ болып, күшті болып дайын болды. Енді 35-40 минут көлемінде ашытуға қалдырып қоямыз. Солай қамырымды 35-40 минутқа қалдырып қойдым. Күшті болып көтеріліпті, жұмсақ болыпты. Енді қамырымызды ыдысымыздан босатамыз, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай домалақтап, біркелкі формаға келтіріп аламыз. Қамырымызды 5-10 минут көлемінде тындырып алдым. Енді ұнымызды сеуіп отырып, барлық қамырымызды жұқа етіп жайып алатын боламыз. Ұнды көбірек сепкендеріңіз дұрыс, себебі нанымыз өте жұмсақ, жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен ұнымызды көбірек сеуіп отырып, қамырымыздың барлығын жұқа етіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жайып аламыз. Осымен біздің қамырларымыз дайын болды. Барлығын осылай жайып алдық. Өте жұмсақ болып тұр. Енді бір-бірден алып, қамырымыздың арасына жұмсақ сары майымызды жағып, барлығын бір-біріне қарттап шығатын боламыз. Барлығын қарттап алғаннан кейін бірінші бетіне ешқандай май жақпаймыз. Барлығын оқтаудың көмегімен дәл осылай жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Осылай кесіп шықтым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын үшбұрыш етіп кесіп шығамыз. Одан кейін арасына қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен сгущенка салдым. Енді барлығын жақсылап орап шығатын боламыз. Барлығын ораймыз. Одан кейін жұмыртқамызды бетіне жағып, 180 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Барлығы менде жерге жабысып жатыр, өте жұмсақ болғандықтан. Осымен біздің круассандарымыз 180 градуста 40 минуттай пісіп шықты. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Өзіме қатты ұнаған круассандардың бірі болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және каналымды жоғалтпай тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар.